Сәлем балалар, эфирде телебалапан бағдарламасы. Достар, сендермен Ұлытау телеарнасында қауышып отырғанымызға қуаныштымыз. Амансыңдар ма, менің кішкентай көрермендерім, ертегіні жақсы көретін менің кішкентай балапандарым. Достар, көңіл күйлерің қалай? Әжеміз бүгін қандай ертегі оқып береді екен деп экран алдында жиналып отырған боларсыңдар. Дұрыс айтасың, мен де бүгін қандай ертегі тыңдайды екенім деп асығып келдім. Балалар, біз сендерді Ұлытау арнасында ертегі тыңдауға шақырамыз. Әже, сіз бүгін бізге қандай ертегі оқып бересіз? Менің ақылды құлыншақтарым бүгін өздеріңе жасын айтып мақтанған жануарлар деген Корей халық ертегісін дайындап келдім. Тыңдауға дайынсыңдар ма? Әрине әже, біз тыңдауға дайынбыз. Біздің көрермен достарымыз да ертегі тыңдауға дайын отыр. Ақылдыларым сол, жайғасып отырып алыңдар, ал ендеше бастайық. Жасын айтып мақтанған жануарлар, Корей халық ертегісі. Ертеде жасыл орманның ішінде елік, қоян және бақа үшеуі бірге өмір сүріпті. Күндердің күнінде олар той болып жатқан көрші үйден дәмді тамақ әкеледі. Бірақ тамақты жеуге келгенде үшеуінің арасында дау туындайды. Кімнің бірінші жейтінін анықтай алмай таласып қалады. Негізі олардың ішіндегі жасы үлкені бірінші жеу керек еді. Бірақ әрқайсысы менің жасым үлкен деп қырсығып, бір-біріне жол бермейді. Санаңдар, бәрібір менің жасым үлкен болған соң, мен бірінші жеуім керек дейді елік. Қоян еліктің қылығына төзе алмай, бұлқан-талқан болып ашуланады. Қоян, бойыңның ұзын екені рас, бірақ жасың үлкен емес. Тамақты бірінші жеймін деп ойлама, сенен бұрын мен жеймін дейді. Қоянның сөзіне қарсы шыққан бақа, ұзақ жасап, көп көргеннің жегені заңды емес пе? Ішімізде менің жасым үлкен дейді. Дау шешілмеген соң елік, бұлай дауласпай, кімнің жасы үлкен екенін анықтап көрейік деп ұсыныс жасайды. Оның ұсынысына қоян мен құрбақа келіседі. Елік, кім не десе о десін, менің жасым үлкен, сендер жақсы білмейді екенсіңдер. Әлем ең бірінші пайда болған кезде аспанға жұлдызды қағып қойған менмін. Ол кезде сендердің бабаларың да дүниеге келмеген. Кімнің жасы үлкен екенін енді білдіңдер ме дейді. Оның жанында сөзін тыңдап тұрған қоян ішін ұстап жата қалып күледі де, мынаның сөзін тыңдап тұрып ойыма бір іс оралды. Сол аспанға жұлдызды қаққан кезде көп жануар барған шығар. Бәлкім солардың біреуі сатымен аспанға көтеріліп, жұлдызды қағып қойған болар деп екі досына қарайды. Елік, солай, мен сол сатыға шығып, аспанға жұлдыз шегелегенмін деп шабыттана жауап береді. Бірақ өзінен кішкене қоянның құрып отырған қақпанын сезбейді. Сол кезде қоян, әрине солай, бірақ ол сатыны жасаған ағашты мен өсірген едім. Міне, көріп тұрсың, елік, сенен менің жасым үлкен. Мұны ұқтың ба деп, оны тағы тұқыртып алады. Ол алдыңғы қолымен сақалын сипап, өзінше бәлсініп қалады. Осыған дейін тыныш тұрған бақа кенет еңіреп жылайды.
елік пен қоян болса, бақа жасын айтып таласа алмағандықтан жылап тұр деп ойлайды. Бақа жылама деп, елік пен қоян бақаны жұбатады. Қанша жұбатса да, бақа жылауын тоқтатпайды. Бақа жылама, жасым қанша үлкен болса да, мына тамақты жалғыз өзім жей аламын ба, саған да қалдырамын ғой деп, қоян бақаны ақырын жұбатады. Сонда бақа, оған бола емес дейді көздің жасын сүртіп. Елік пен қоян, онда не үшін жыладың деп сұрайды. Бақа, балаларым есіме түсіп, көзіме жас алдым. Сендердің әңгімелеріңді тыңдап, жүрегімді сағыныш қысты. Баяғыда менің 3 ұлым болған еді, бірақ бәрі менен бұрын өліп қалды. Ертеде сол балаларым бір-бір ағаштан отырғызған еді. Ағаштар өскеннен кейін үлкен ұлым сендер аспанға жұлдыз қаққан кезде қолданған балғаның сабын сол ағаштан жасаған болатын. Екінші ұлыма келсек, сендер құс жолын қазғанда қолданған соқаның сабын сол ағаштан дайындаған еді. Үшінші ұлым туралы айтсам, күн мен айды қағатын темір балғаның сабын сол ағаштан жасап еді. Сөйтіп жүріп, үшеуі биіктен құлап өліп қалып еді деді. Оның көздің жасы жерге тырс-тырс тамды, бірақ оны сүртуге асықпады. Бақаның балалары туралы әңгімені естігенде, қоян мен елік абдырап қалды. Елік аспанға жұлдызды қағуға сатымен көтерілдім деп еді. Одан кейін қоян сол сатыны жасаған ағашты мен ектім деді. Сөйтіп, еліктің жасы қояннан кіші болып шықты, бірақ бақа қояннан озып шықты. 3 ұлым ағашты егіп, аспанға жұлдызды қағатын балғалардың сабын жасады деген соң, ақыры бақа ең үлкені болып есептелді. Сөйтіп, елік пен қоян амалсыз көрші үйден әкелген тамақты бақаға бірінші жегізеді. Содан кейін қоянның кезегі келді. Ақыры елік өзі ойлап тапқан қулыққа өзі тап болып, ең соңында тамақтың қалғанын жейді. Бұрынғы шығыс адамдары жұлдыз бен ай, күн бәрі аспанға шегеленіп, қағылып тұр деп ойлаған екен. Сол ойдан осындай ертегі шығыпты. Ал енді балалардың бізге жолдаған суреттерін тамашалайық. Достар, салған суреттеріңді бізге жіберуді ұмытпаңдар. Достар, біздің бүгінгі хабарымыз аяқталып қалды. Келесі жүздескенше достар. Ертегі кешінде келесі кездескенше, менің ақылды кішкентай балапандарым, сау болыңдар.